Аяқтарын баса алмай тұра алмай тұрған. Ассалаумағалейкум. Осы жылқыларды 3 күн бұрын жара болған аяқтарында. Бәрі мокрес болып басталған, содан ол да асқынып, полын үстіне шығып кеткен ғой аяқтарын бәрінде. Ол жараның себебі негізі жаңбырдан болады, дождевой ожог деген. Жауын жауып аяқтарын майын күйдіреді. Терсін май қабат кетіп қалады. Содан кейін проблема басталады бұлардың. Май қабат кеткен соң язбалар басталады, жаралар. Ол жерде грибоктар, вирустар и бактериялар болды. Бұларда соның острый түрі болды. Жылқылар тіпті жатып қалды, аяқтарын баса алмай. Соны емдедік. Тамырдан нитокс жібердік, дексаметазон жібердік, витамин қойдық. И спрей майыздармен аяқтарын өңдедік. 3 күннен кейінгі бүгін нәтижесі осы. Енді қазір тағы емдейтін боламыз. Станок құрып жатыр қазір. Станокпен емдейміз. Жылқыларды расколға кіргізіп жатыр. Айда. Айда. Расколға. Қатарынан кіргіземіз. Аялар ойнақтап кетті аналар, Тайланда. Жүгір алдына. Басқа малдың бәріне максимум тұрып шығамыз 5 граммнан. Болды, шығара береміз. Малдарды сыныққа кіргізген соң барынша плотно кіргізуге тырысу керек, тығыз. Сонда мал жақсы бекем тұрады. Содан кейін вена тамырын тауып, вена тамырдан нитрикс антибиотигін жібереміз. Бұл жерде жылқыларға 20 граммнан жібердік. Және дексаметазон. Нитокс жіберу себебіміз жаңағы аяқтағы теріндегі май қабаты жоғалғаннан кейін аяқтарда жаңа мокрестер басып кетті, яғни грибоктармен басқа да бактериялармен зақымдалған аяқ. Ол малдан малға жұғып жатты. Сондықтан сол бактерияларды құрту үшін біз тамырдан жібердік. Ал егер бұл антибиотик еттен жіберсек, жылқы жақсы қабылдай алмайды. Неде терісінде, етінде ертең бізде проблемалар болады. Абсцестер или тағы да басқа ісіктер, тіпті миозит өршіп кетуі мүмкін. Сондықтан біз тамырдан жібереміз. Эффекті біріншіден тезірек болады, екіншіден ет бүлінбейді. Тіпті мал 10-15 күн ішінде пышаққа ілінген жағдайда етте ешқандай көрсетілмейді. Бәрін аяғында болып. Қазір екінші рет емдеп жатыр. Бәрін спреймен обработка жасаймыз местіне. Полная пара Тияқтарын көштер өтті тияқтарын. Міне астында негізі осы жерден басталады проблема. Жоғары қарай. Иско алдың көзеш. Алдың тияқтарын. Тұяқтарын көрдіңіз. Алдыңғы тұяқтарын. Вот осылай спрей себеміз, чемис спрей или тетраспрей, без разницы, окситраспрей. Тамырдан нитокс саламыз 20 граммнан и дексаметазон салдық, профилоспалитин. 2 рет қайталап, лечение жақсы өткенде аяқтарын баса алмай тұра алмай тұрған. Қазір жақсы. Егер де видео ұнаса, лайк басып каналға жазылыңыздар.